Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мен Мейірхан Мейрам. Подушка Мейрама деген менің запатентованный методым бар. Осы метод бойынша бүкіл омыртқаның және ішкі құрылысты органдардың ауруынан емделуге болады. Мен алдында тоқтала кетемін, қазір тағы да көмектесейін деп отырмын мына грыжасы бар адамдарға. Енді грыжа шей дейді ғой, мына мойындағы грыжаны алдында жазған, мен тағы да айтайын. Егер срочно емделу керек болса, мынандай жарты литрлік кола сатып аласыз, пайдадан байтұрып жақсылап шайқау керек. Содан кейін мойынға қойып, күніне 2-3 рет 10 минуттан жату керек. Егер сосын емделгіңіз келетін болса, орташа диаметр мынандай таяқтау болып, соны бірнеше орап, орамалмен, сосын мына арқадан бастап қойып 2 сантиметр жылжыту керек. Әрбір жатқанда 7-10 минутта жату керек. Сосын жоғары көтеріп, мына затылық дейді ғой, осы жақ, сол жерге дейін әкелу керек. Бірнеше күн жатсаңыз, грыжаңыздан жазылып кетесіз. Ең бірінші емделмей тұрып, бұлай деп дұға жасау керек. Я жаратушы жасаған ем, мына Мейрамның методын менің ауруымнан емделуіме себеп ете көр деп.